Ока, тұршы, ұйықтай бермеш, тал түс болды ғой. Мә досым, түнімен ұйықтай алмадым. Неге? Ой, мұна көрші жоғарыдағы түнімен әйелінің разылығын алды ғой. Қатты разы болды ғой деймін еще. Қайдан білдің оны? Ой, айқайлап алғысын жаудырды ғой. Болып кеттік. Завтракқа роллтың ба бір нәрсе жеп алмаймыз ба? Қарны ашып кетті ғой. Сөйтейікші. Өзің алып кетіктер. Ешбір жанның айтқан сөзін елемеймін. Махаббаттың майданында жеңілмеймін. Арсен мен Мерекені бүгінде жұлдызды жұп Арсеннен Мерекеға болады. Өнерлі жұп Арсен Акиев және Мереке Қалбаева. Мереке Қалбаева мен Арсен Акиев және Мереке Қалбаева отбасылық шарасында жұп. Ал біз әп-әдемі бара. Осы соңғы кезде дым аппетитім болмай жүрші. Көрініп тұр. Қиын шығар, я. Негізі дейді, күннің қалай өтуі таңғы асқа байланысты екен ғой. Бәсе мен бүгін дым аппетитім жоқ. Бүгінгі күнім жаман болып өтетін шығар, я. Бөтшіт болып өтетін сияқты. Сен бетсе сен аппетит ашатын бір нәрсе жесей, но болмайды. Жоқ қой, дым жемей атсың ғой. Мен сөйтіп ойлап тұрмын. Прикинь, Арсен звондап отыр. Алло? Сұлу қыз қалайсың? Жақсы, өзіңіз қалайсыз, ер жігіт? Қазір, 1 минут. Аха, жақсы. Бүгін кездеспедік па? Бүгін? Жарайды. Бір өзің келмей, жаныңа жақын құрбыңды алып кел. Білмеймін енді бір көрсе, жақын бір күшті араласатын құрбың бар шығар. Ертіп келе бер, любойын. Онда мен Ағырке деген подругам бар, сонымен бара салам ғой. Ой, не қыласың оны? Не қыласың деппін ғой. Одан да жақын біреуді ертіп келсе? Білмеймін енді бір мен танитын, ел танитын, жасы үлкендеу. Жасы үлкендеу? Енді мамамды алып барғаным бір түрлі болатын шығар, оған менің қасымда жасы үлкендеу сен танитын ешкім жоқ. Білмеймін, кеше бір қыз жүреді ғой қасында. Сол Мереке ма, соны әкелесіз? Болды онда, кешке хабарласам. Жақсы. Түсінбей кетті ғой бұл да. Мереке, бүгін кешке менімен бірге кездесуге барыңызшы, өтініш. Жоқ, қуасың ба? Мен не үшін барады екен? Күшті ғой, тегін тамаққа тойып қайтамыз. Күні мен саған тегін тамақ десе жүгіріп бара салатын адам ұқсайым ба? Білмеймін. Мысалы, маған жүр тегін тамақ десе, мен бірден көніп қалатын ем. Өтеміне сол үшін барайын деп атсың ғой сен? Жұрттың бәрін өзіңде көрмесе? Досым, прикинь, кешке кафеде кездесетін болдым. Ме? Ақшаны қайдан табасың оған? Сенде жоқ па не ақша? Досым, мен ақшам болса өйстіп отырамын ба, роллтын жеп. Байлар құсап отырмайын ба, дашырақ жеп. Сен сонда пигің дашырақ па сонда, шырқау шегің андай? Біз үшін ол манты? Базаршы, манты. Онда жұмыс іздеу керек болды ғой маған, Досым, осындай кезде мен саған көмектесейін да. Бірге сенімен жұмысқа тұрайын, жұмыс істейін, ақшасын сен өзің ала бер. Досым, қолда кеш. Ниетіңе тойдым. Бірақ мен үшін қиналып жұмыс істеген қаламайым керек емес. Бопты? Мәш, тез көнгенше, жоқ, даканса, олай айтпа деп айтат шығар десем.
Жұмыс іздеу керек болды. Ізде. Қайдан көреді ол жұмыс істегенді? Кришадан көресің ғой. Қой, құмаш. Білмеймін, криша дегені біздің адамдар жұмыс істеп жүр ауылда. Ол кришаның үстін жабатындар да албан. Әбжат бір нәрсе жеп жүру керек па, Енді күніміз күшті өтсін деп. Ойбай, бейшарай, біз үшін десе, біз үшін тамақ жеп жүрмін, осы күніміз күшті өтсін деп. Мереке, таңғы асты қалай күшті ішсең, күні бойы сен күнің сөйтіп күшті өтеді дейді. Сен онда таңғы асқа бірден 5 бармақ жесесің, берекелі дәу легенге салып алып ше, күніміз мощный өтсін кәдімгідей. Мереке, кешке тойымыз бар, сағат 18:00-де. Қандай той айтқандай? Неке қию ма? Сүндет той. Осы сен бар ғой, Кешегі жігіт звондап отыр ғой? Алло, жұмыс жөнінде ғой бізге. Охранник керек депсіздер. 2 адамбыз. Денеміз бар, толық жігіттеріміз ғой. Екеуміз де сондаймыз. Бүгін кірісе берсек қалай бұлай? Жоқ, жақсы олыңыз. Не дейді? Жындыма осы сетевой деген бәле от бар ғой. Не? Охранник болып жұмысқа кіргің келсе, бірінші сағат сатып аласың. Жындыма. Қуат. Не керек бар онда? Кафеге официант керек дейді. Қалай қарайсың? Көрсей? Звондап көрейік. Алло, ассалаумағалейкум. Официант керек депсіз да? Болды, боспыз ғой, қазір барамыз, жақсы. Кеттіге, собеседование шақырып жатыр. Қойшы. Онда сен бара берме, сен артыңнан барам досым. Жыныма бірге барайық та, не істемейсің? Мен бір жерге кіріп шығуым керек. Қай жерге кіресің? Досым, кіріп шығуым керек деймін оған обязательно. Құмаш кеттік, бірге барайық та, не кіріп шығу керек? Досым, кіріп шығу керек деймін. Кіріп бара берші, барам. Сен алдын істегенсің ба, официант болып? Істеген ғой жұмыс. Үйде істеген ғой. Үйде? Үйде кафелерің бар ма сонда? Жоқ. Үйде папа өзі арасында келетін үйге. Клиент сияқты оқып қалғанда, соған обслуживающий жасап істеп үйренгем. Көп істеген бесе өшім үйде, Көп істегенде енді папаға ғана қызмет көрсететін менде. Енді мама өз күні өзі көріп жүре береді ғой. Еркек басымен соған обслуживающий жасап жүрмейтін шығар. Айтпақшы, жұмыс істей береміз ғой? Қалай, зарплата жағы қалай? Күндігіне аламыз ба? Так, бізде зарплата мынандай. 3 күн стажировка болады. Оған 5000 теңгеден жүреді стажировкаға. Стажировканың өзіне 5000 ба? Мәссаған. И ары қарап жұмыс істегенге байланысты зарплатадан көтеріле береді ғой. Жақсы. Патолог алатындар қанша болады сонда? Патолог 5200 теңгеден алады. И сосын ары қарап көреміз енді. Нормально жұмыс істеп кетсең 5300 біздің 400-ге дейін көтеріп береміз ғой. Стажерға қанағат қой. Қанағат. Бізде кафенің тәртібі бар өзінің. Небір клиенттер келеді мысалы. Нормальный тамақты ұнамай қалуы мүмкін оларға. Сөйтіп саған мінезін көрсетеді. Не істейсің сол кезде? Ол кезде сабыр қылам. Сабыр? Сабыр қылып, тамағын болды ауыстырып берем деп бар. Дәл сол тамағын әкелем да, ауыстырып бердім деп берем. Дұрыс па? Красавчик. Бізде алдын официанттар келетін үстен сияқты жұмысқа ше. Үйсі осы сұрақты қоям ма? Алар айтады, бетіне шашып жібереміз дейді клиенттің тамақты. Ол дұрыс емес қой. Айтыңызшы Әбеке, дұрыс емес қой? Дұрыс емес қой. Молодец. Құтты болсын стажировкаң. Кірдің ба жұмысқа? Ой, рахмет. 3 күн стажировка, 5000 теңгеден алып жүресің. Болды онда. Жоқ. Барса істесе жұмыс. Папа келсін де? Папа келсін де деңіз. Папаңнан да басқа адамдар бар ше біздің кафеде. Басқаларға да істейін ба? Мен папаға ғана деп. Папаң күтіп отпайтын шығар, бар. Болды. Бастай берейін. Кірістесіз. Жақсылап күтіңдер. Так, Арсен досыма көмектесу үшін ақшаны қайдан тапсам болады? Ақша керек. Оппа. Бұл қыздың киінгеніне қарағанда байдың қызы. Үші сумкасы үлкен, демек ақшасы көп. Бірінші қолынан ұстап, оның ойын өзіме аударам. Қолы нәзік, демек әлсіз. Екінші қолымен сумканы ұстап, қиналмай жұлып алам. Ол не болғанын түсінбей камераға қарап, алдар көсе сияқты ойнатады. Полиция шақырам дегенше менің қашып кетуіме 120 секунд бар. Алдартыма қарамай қашам. Алдағы кедергілерден секіріп өтіп, адам жоқ жерде сумкасын қарап, ішінен ойлағанындай көп ақша табылып, кешке доширак жеймін. Ал Арсен мерекемен бақытты болады. Все. Кеттік.
Алдың ба заттардың бәрін ұмытпай? Бүкіл киімдердің бәрін түгелдеп салдың ба? Өткенде ана тойханада қымбат туфлиімді ұмыт кеткен не? Оны алдық қой одан кейін барып. Просто жоғалып қалды ма деп қатты қорқып кеттім де мен. Мен мына жігіт тағы звондап отыр. Шынымен мынау мен болашақ жарым ау. Балгердікі дұрыс келетін сияқты ше. Бүгін мен болашақ жарымды кездестіретін сияқты бір жүрегім сезіп жатыр ше. Бопты, алайын я. Қай жерде кездесетінін айтайын. Алло? Я, жақсы. Жақсымын, я. Күніне 1000 рет жағдайым сайын деп шештін ау деймін, я. Жоқ, мен айтайыншы адресті. O2 дейтін жер бар, сол жерде кездесейік, я? Болды, жақсы. Давай. Кездесеміз. Айтпақшы, Арсенді де сол жерге шақырасыз, как раз бажаларды бір-бірімен таныстырып қояйық. Көй, және жүр кеттік. Шебет, ағаш, свечка, мен сумкамды ұрайын дедім ба сен? Жоқ, қарындас бұл пранк қой. Қаны камера өтірікші. Не камера? Қайда? Өтірікші, жоқ қой. Сен еще өтірік айтып тұрсың ба? Мә саған. Ау. Қаншаңа сен сабырлымын деген? Енді сондай болып қалды да, ашумен кетіп қалды, кешіріңіз. Ашумен кетіп қалғанда ана клиенттің бетіне тамақ шашып жүрген есе? Енді болады. Білесің ба, штраф 15.000 теңге екен. 15.000? Енді 5.000 емес шығар енді. Жоқ ай, мен ары кетсе 1500 теңге деп ойладым. Сосын ана клиентке ашуланып кеткеннен кейін, сол 1500 теңгені қидым да. Сен қуады екенсің ғой сен вообще. Бізде 15.000 теңге штраф, 15.000 теңге. Ойбай, 15.000 шынымен алайын деп тұрсыз ба мені? Да, енді. Ойбай, сонда мен 5.000 теңге алады екем, өзім. Сізге 15.000 берем, оның 5.000-ның 15.000 сізге берсем. Бұл жерде мен жұмыс істеп, сіз пайдада қалып отқан жоқсыз ба 10.000 теңге? Енді сенікі дұрыс емес қой істеп тұрғаның енді. Енді бір жолға. Қазір мен звондайым, сен көзіңе көк шыбын үймелетем. Суайт неме? Қарындас звондамақ қойшы. Звондайым. Звондамақ қойшы. Алло, әпше? Әпшесініз. Полицейский звондамедсің. Мен сенің әпшең болса, мен тәтем бар ғой. Алло, тәте? Ойбай, тәте деп бұл. Досым, короче, проблема батыр наяқта. Ой, сенде проблемаң бітпейді екен бар ғой. Ақша керек шығар енді оған. Мен өзім ақша таппай жатқанда қалай табам саған ақшаны? Көреміз енді. Қазір көрем, давай. Әбеке? Қалайсыздар, бәрі жақсы ма? Нормально. 10.000 теңге бере тұрыңызшы, өтініш. Қандай 10.000, жоқ ақша менде. Қалай жоқ? Қалай өтірік айтып тұрсыз? Бар ғой ақша. Бар ғой, қалай сөйлейсің сен? Жоқ, бар да. Мен бағана сізге айтқан жоқпын ба? 15.000 теңге қарыз болды ма сізге, дұрыс па? Бүгін 15.000 құтылам. Сөйтіп 10.000 беру керек болам ғой. Соны сізге берем ғой 10.000-ды. Сол кезде сізде 10.000 теңге болады. Соны қазір бере тұрыңызшы, маған қатты керек болып тұр қазір. Қатты керек болып тұр ма? Қатты керек болып тұр. Мынанда жоқ, жұмыс істе давай. Болды. Рахмет, әбеке. Беріп тастайым ғой. Досым, бәрі дұрыс па? Не болды? Үстің шаң. Нормаль ма? Қарындас, сізде бәрі нормаль ма? Мына ұры маған зиянын тигізді. Сізге қарағанда бұған қатты зиян тиген сияқты ғой әлімде. Ағырке. Зиян келсек. Не болды, тыныштық па? Мына оңбаған ұры? Сен? Сен мені аңдып жүрген жоқсың ба? Неге? Неме алдымнан шыға бересің сен? Сен еще ұрысың ба? Жоқ ғой, мен емес, нау ғой ұры. Досым ба да просто? Мен ешқандай қатысым жоқ бұған. Досың қандай болады, өзің де сондайсың. Досым емес бұл мен. Досым емес, танымайды екем. Мен просто өтіп баратқам. Жақсы адам болғаннан кейін екі араны ұрыс керісті тоқтатуға енді не қылдым да, әшейін. Планша ұрлығым жоқ. Сен актерлығыңа бес қойдың кім? Інім, айналайын. Бұдан кейін жоламандар. Түсіндер ма? Біз андай арыз жазатын бәлеқорлар әулетінен емеспіз. Зияндарыңды тигізбеймін. 1000 метр ары жүріңдер. Көрінбеңдер көзіме. Мен танымаймын деймін. Дос деп бекер айттыңыз бар, досым емес. Мен ұры досым жоқ бұндай. Досым бәрі нормально ғой, Мен қоя берші. Сен не істейсің ана кездесуге?
апаратын ақшаны таптың ба? Менде 10 000 теңге бар ғой, айтпақшы. Сен 10 000 теңгең ана гуниді тамақтандыруға жетпейді ау. Оған минимум 50 000 теңге керек қой. Менде бір идея бар. 5-ші итке победа алып жүріңізші. Мәссаған, ана ит сука екен бар ғой. Бірінші келеді, соңына түсіп қалған ес, ё-моё. Досым, бекер жоладың осы харам нәрсеге. Ставка харам ғой, болмайды ғой. Футболға тігу керек еді. Қош, футбол харам емес па не сонда? Арабский лигаға тігеміз ғой біз. Қойшы, негізі вообще жоламауың керек еді осы ставка деген нәрсеге. Дұрыс айтасың. Досым, кеш бат тігесің, кездесуге кешігесің, кеттік. Әлде бір көріп жіберейін ба? Қойшы, жүр. Жоғарсың кімден, сен сөзмен емінем тең, теңімен тізі қабымен, сен атпауға жоқ аргумент. Мама, ол 50 000 емес, 25 миллион деп кесіп қойдым жарты бағасында, мама. Соны шеше берсеңіздерші. Жақсы. Рахмет келіскеніңе. Әне күнгі жағдайдан кейін келіспей ма деп ойлап едім сен. Рахмет. Иә, одан кейін уақыт өтті. Общий тема айтсақ, ортақ тема сөйлескен дұрыс қой? Иә, ортақ әңгіме айтайық. Общий тема айтсақ. Өзің не жұмыс істейсің? Қалада 5-6 бір бизнестерім бар. Қаланың сыртынан үй соғып жатырмын. Полистирол шығарамыз, бетон шығарамыз деген сияқты. Дальше қызық емес, просто сұрай салдым да, ортақ тема болсын деп. Ондай қатты қызық емес, немен айналысатын. Өзіңде не бизнес? Менің де сол 72 000 точкам бар. 72 000 точка? Қаяқта? Денемде 72 000. Нерв клеткалары бар да. Әзіл қой екен, е? Молодец. Екеуіңіз пара екенсіздер. Жүп көріп тұрмын да екеуінен. Ұқсаймыз ба? Е. Көзіңіз неше минус? Минус емес, кеше армияға барып келгем ғой, бәрі жақсы. Жұмыстарың бәрі жақсы ма? Жақсы жұмыстар. Ақша жетеді. Қалай? Жақсы отырсыздар ма? Барлығы керемет па? Ал сіздің заказыңыз. Ештеңе қажет емес. Жоқ, қажет емес, бауырым, бара бер. Күйлеріңіз өте керемет. Жақсы отырсыздар, әдемі отырсыздар. Әдемі отыр. Жақсы ма бәрі сізде? Менен сұрамай қой, жақсы бәрі, бара бер. Точно ма? Бара бер, бауырым, бара бер. Нормально ғой? Болды енді, жетер, бара бер енді. Енді көріп тұрмыз. Жақсы отырыңыздар. Клиенттің мазасын алып, немене? Жақсы. Басым ауырып кетті да, кішкене осындай уақытта басым ауыратыны бар еді да. Жеп отыра беріңдер. Сен ғана жеп отырған сақтысың. Опа-ле, какие люди в Шымкенте, мереке емес пе, квенчик? Мереке суретке түсіп жүрмедік пе? Жеттір, бара беріңдерші. Қалай барыңдаршы? Халықтың арқасында виза алып жүрген жоқсың ба? Не деп тұрсың сен? Әпшелерін тыңдасаң да шықпасыңдаршы. Жоқ, родной суретке түсір жүрші мен. Түсір жүрші, родной. Қолымды алшы, өткете салайыншы. Жүзі жоқ, мереке қыздар деген жоғары шығуға болмайды, мен өзім отыра берейін. Қалай қолыңды алшы? Қолыңды тартшы. Бауыр, нормально ма сенде? Тұршы бері қарай кеш. Мен ешін алдым. Жігіттер, мен үшін ұрыспаңдаршы, өтініш. Не болды, бауырым? Не болды? Не бір суретке тұра алмадым ма, не конкретно? Сен сыйласай, суретке түсіре алмадың. Нормально айтсай, нормально айтсаң түсір. Жігіттер, сыйластық қой, дастархан сыйласаңдаршы хотя бы. Отыршы. Не отырған жақсы. Не oldu, тілің ұзын ба не, бауырым? Тілім ұзын ба, ұзын емес па, сен сәл сыйлады, нормально келсе. Нормально келіп тұрмын мен. Дауысын көтерме. Қалай дауысын көтерме деймін. Жүр. Жұлқыма деймін. Тимс. Просто Ерік сенесем заявление жазып жіберді да олар. Не, тілің ұзын ба не конкретно? Тілің ұзын ба деп қоймайды екенсің? Қалай, не еттің?
сенің жүзің